Барлығыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен Алғабас Ардасы. Бүгінгі видеода біз көптеген сөздер мен көптеген мотивациялар айтатын боламыз. Ал ендеше видеоға кеттік. Арнаға лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіз. Сіз бір сәтке ойланып көрдіңіз бе? Футболшылардың тек қана жарық жақтарын көріп, жарқылдаған жерлерін ғана көрдіңіз. Ал олардың ол жетістікке қалай жеткенін, қалай ойнағанын сіздер білмейсіздер ғой. Онда біз осы видеода айтып өтетін боламыз. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, Рональду өзі үшін және де спорт жасағанды жақсы көреді деп. Жоқ, спорт жасағанды ешкім жақсы көрмейді. Оны азан-аулақ жасап көретін ешкім жоқ. Бұған дәлел мына видео. Ұйқыңнан тұра сала, бүгін барғың келмейді дейтін кез болды ма? Иә, өзімнің санамен үнемі күресудемін. Себебі бұндай болып тұрады. Не дегенмен барлығымыз пендеміз ғой. Барлығымызда бұндай нәрсе болып тұрады. Түсінесің бе? Біз әрдайым да бақытты бола алмаймыз. Біз әрдайым қалаған нәрсемізге жете алмаймыз. Және бұл жақсы. Өйткені бұл сынақ. Бұл барлық сынақтардың тек бір бөлшегі ғана. Біз бірдеңені жасағымыз келмейді, бірақ оны жасауға міндеттіміз. Айтқым келгені, осы біздің ойымыз қара жәшіктегі тосын сый секілді. Сен өзіңнің тұрақты болуыңа шақыруға жетсің. Көбінесе бұл өте қиын. Өйткені кейбір адамдар үнемі айтып жатады. Сен жаттыққанды жақсы көреді екенсің деп. Әрине жоқ. Бұл өтірік, ешкім күнде жаттыққанды жақсы көрмейді. Бірақ сен жаттығу керексің. Өйткені сенің менталды денсаулығың осы арқылы қойылады. Қиын сынақтар арқылы. Барлығы осыған байланысты. Сен өзіңнің жасау керектігіңді білесің және жасайсың. Өйткені басында бәрібір де қиын болады, бірақ соның арқасында сен өзіңді қиындатып, мықты бола бастайсың. Мақсаттарыңа жетесің, қайттан жаттығу жасайсың, және сен үздіксің. Және де, егер сен менің қолымнан ештеңе келмейді, мені ешкім түсінбейді, мен ештеңе істей алмаймын деп айтсаң, және сен жата берсең, онда бұл өлумен тең. Әрине, иә, бұл өлумен тең. Сен жата бересің, бұл өлумен тең. Әрқашанда қозғалыста болсаң, пайда өзіңе әкеліп тиеді. Және де барлығымыз TikTok-тан Мобилограф Димашты көрген шығармыз. Әрине, оны барлығы дамымаған кезде мазақтап, өлтіріп кетейін ба деп, барлығы жан-жақтан хейт-нейтен қылатын. Ал ол қазір болса, енді өзіңде пайдалы кеңестерді айтады екенсің, иә? Жақсы, соның үзіндісін көрейік дәл қазір. Иә? Қалай мен мобилограф болып алғашқы клиент таптым. Ол үшін маған біраз тер төгуге тура келді. Өйткені менің қымбат телефоным, артық ақшам, керекті жабдықтарым жоқ болды. Сондықтан мен алғашқыда әртүрлі IP-ларға тегін видео түсірдім. көріп тұрсыздар, оны барлығы кезінде мазақ етті. Барлығы оны жан-жақтан хейт етіп, артынан тартқан болатын. Ал ол қазір болса, барлығынан ол асып түсіп, ал қазір оны Балапан ТВ-дің өзіне шақырған болатын. Ал Димаш Құдайберген болса, оны барлығы бүкіл қазақтар оны хейт еткен болатын. Бүкіл қазақтар жан-жағынан тартқан болатын. Еш қайсы жақтыртпап еді. Ал ол Қытайдан үміт іздеп, Қытайға барған кезде оны қытайлықтар жақсы қарым-қатынаспен күтіп алып, және де Димаш Құдайбергенді шығарды, яғни атын шығарды. Ал қазақтар болса, сол жерде таңғалуда қалды. Міне, нағыз еңбекте Димаш Құдайбергенді айтады. Және де сіз қаламсапты қанша рет сындырсаңыз да, ол күшейе түседі. Яғни бірлі сындырсаңыз оңай сынады, екіншісінде қиынырақ. Соңында сындыра алмайтын дәрежеге жетеді. Ал адамдар да сондай. Яғни сізді өмір қанша рет сындырса да, қанша рет сізді сындырып, сізді өмірге деген жалыныңызды қашырса да, сіз қатая түсуіңіз керексіз. Өмір сізді сындыра алмайтын жағдайға жету керек. Сондай жағдайға жету үшін маған тілі. Және де бүкіл футболистерде артында қиындық жатады. Себебі барлық футболистердің денесі сынады. Барлық футболистердің бір жерім айып болады. Бұл футболистер үшін қалыпты жағдай. Иә, бұл футболистер үшін қалыпты жағдай. Бұл факт. Ал достар, бүгінгі видеода аяғына келіп жетті. Видеоны лайк басып, комментарий жазып кетейік. Және де подписчикке жетсек, сіз айыппал қасын дейсің.